Солай артқа жүріп, оған көрінбеуге тырыстым. Сен алмаймын, менің әкем менен 8-ақ метр жерде тұр. Оның түрі өте үрейлі, көздері аппақ, беті нағыз құбыжыққа айналып кетіпті. Мен әрине сасқалақтап қалдым. Үйге кірейін деп жатқан кезде әкем дәл менің алдымда тұр. Мен қалай оны ұрып құлатайын, қалай менің оны өлтірейін? Сондықтан да дәтім шыдамады. Қолымдағы бір бөтелкені алдым да алысқа лақтырып жібердім. Және шынымен де мына әдіс кәдімгідей көмектесті маған. Ал мен болсам пәтеріме кіріп кеттім. Қауіпсіздігім үшін шкаптар мен есікті жауып қойдым. Бүгін шынымен де өте ауыр күн болды. Әсіресе мына әкем маған қатты ауырлық тигізді. Әкемді негізі мен 4 ай бойы көрмеген едім. Еще бүгінгі күн басталғаны жаңа ғана, бірақ мен уже шаршап кеттім. Өте қиын екен. Солай үйге келіп пеш жағып алдым. Себебі дала суықтап кетіпті. Қатық болдым. Сөйтіп төсекке кішкене жата тұрайын деп шештім. Бұл менің үлкен қателігім болды. Бір кезде түтіннің иісі мұрныма келе бастады. Көзімді ашып айналаға қарасам, барлық бөлме өртке толы. Өрт жан-жақтан қаптап жатыр. Мен пәтерімді уже құтқара алмайтын секілдімін. Солай сасқалақтап қалып, қолыма керек болады деген заттарымды алып, ойланбастан далаға шығып кеттім. Және жолда әкемді кездестірмедім. Бір жақсысы осы болды. Ал енді ары қарай не істерімді білмеймін. Тамақтар, су, киімдер, кітаптар бәрі сол пәтер ішінде қалып өртеніп кетті. Енді бәрін қайтадан бастауым керек. Енді істеймін мен? Жоқ жерден өзіме проблема тауып алғанымды қарашы деп өзімді кінәлап тұрсам, көліктен келе жатырған дыбысын естіп қалдым. Адамдар өліктерден де өте қауіпті, олардан аулақ жүр деген анамның айтқан сөзі есіме түсіп кетті. Солай бір подъезд ішіне барып, оларды сырттай бақылайын деп шештім. Көлік ішінен қолынан қару ұстаған ер адам шықты. Және оның артынан тағы да бір ер адам. Олар екеу екен. Көліктің есігі неге жаппайсың? Етіміз қашып кететін болса, бір айға аш қаласың сен. Соны неге ойламайсың, а? Болды, кеш братан, жаба салам ғой. Сөйтіп есікті жабайын деп жатқанда, біреу оны құлатып жіберді. Ішінен тағы бір ер адам шықты да қаша жөнелді. Не? Олар сонда мына адамды күштеп ұстап отыр ма? Сонда ет деп олар мына адамды айтқан ба? Сонда бұлар адам жегіштер ма? Жақсы болды, олардың көздеріне көрінбегеніме. Саған айттым ғой, есікті жауып жүр деп. Қашып кетуге сәл қалды. Енді бар да ананы сойып таста. Мен болсам өртеніп кеткен үйді барып тексеріп қайтайын. Бұл жақта адам болу керек. Мен сенімдімін, ол осы жерлерде жүрген секілді. Өзіңді қорғайтын құрал болмаса, далаға мүлдем шығушы болма деп анам маған айтып кеткеніне әлі сене алмай жүрмін. Менің мүлдем 3 ұйықтасам да түсіме кірмепті. Жаман вирус шығып кетіп, мына қаланы басып алады деп әлі сенбеймін бұған. Міне жарық жанып тұрған этажда мен тұрып жатырмын.
консервідегі еттер мен құр галет қана жеп жүргеніме 5 айдан асып кетті. Анама рахмет витаминдер тастап кеткеніне. Осы витаминдер арқасында мықты болып жүрмін деп айтсам болады. Бірақ қандай жағдай болмасын, мен ыстық тамақ жегім келеді. Тіпті бір жылы ыдыс күріш үшін мен қалтамдағы барлық ақшамды беруге дайынмын. Мына зомбилерде бәле болды. Мен бұлардың көздеріне көп көрінбеуге тырысамын. Себебі маған артық проблема керек емес. Сіздерде сұрақ пайда болған болар. Сен сонда суық қыс мезгілінде қалай тірі жүрсің? Әкеме рахмет, маған пешті қондырып арнайы дайындап кетті. Жай бұл пешке ағаш салсам болды, өзі ыстық болып үйді жылып тастайды. Қысқасы, жылыну жағынан, ыстық жағынан ешқандай проблема жоқ менде. Бәрі өте жақсы болып келе жатыр еді, бірақ бір күні тамақтарым таусылып бастады. Әкем бұл консервілерді жақын жердегі супермаркеттен алып жүреді. Енді менің баратын кезегім келді. Үйдің жоғарына шығып, зомбилерді бақылап жүредім. Олар шынымен жоқ екен. Олардың кеткеніне біраз болған секілді. Сондықтан жоспар құрып, тамақты әкелуге дайындалуға көштім. Сөйтіп қолыма балға, арқама сөмкемді асынып алып, далаға шығуға кеттім. Подъезд іші тып-тыныш әрі тас қараңғы. Тоқтың өшкеніне 2 айға жуықтады. Ашылсаңшы ғане. Ебанин-ау. Есігімнің алдында бір зомби тұрғанын байқадым. О, не нау? Тірі ме екен, е? Өлі екен ғой. Жақсы болды. Сөйтіп далаға шықтым. Далада шынымен ешкім жоқ. Бұл әрине қуанышты жаңалық мен үшін. Міне, дүкенге де келдім. Сәл қалдышы. Охо, мынаның іші менің подъездімнен де өте үрейлі ғой. Жаман қорқынышты екен. Так, мына жерде азық-түлік шүкір бар екен. Керемет, енді бұл 1 айға жетіп қалу керек. Жақсы болды. Ебанин-ау. Деп оның үстіне 3 тонналық шкафты құлатып жібердім. Тез өте аз қалды. Солай келе жатсам, дәл үйімнің есігінің алдында тұрған бір адамды көрдім. Ол адам емес, құбыжық, яғни өлік зомби.
және ол зомби жай зомби емес, бұл менің әкем болып шықты. О, жоқ, енді не істеймін? Бүгін Бека жақсы жұмысқа шықты және бүгін оның алғашқы жұмыс күні еді. Бұл жұмыс ең жақсы айлық беретін жұмыс болатын. Беканың көңіл-күйі өте керемет. Сөйтіп Бека компанияның директорымен кездесті. Бұл компанияның директоры өте біртүрлі болып көрінді. Ол тек сөйлемеді, бәрін қысқа ғана айтып, бір қағазға қол қойғызып алды. Солай ол жұмысқа кірісе кетті. Алғашқы күндері Бека офистің жұмысшыларына мән бермеді, себебі Бека ешкіммен сөйлесіп, тіпті қасына да жақындамады. Барлық жұмысшылар өз беттерімен тек қана компьютердің алдында жұмысымен айналысып отырады. Кейін Бека бір нәрсені байқады. Барлық жұмысшылар тек қана жұмыс істейді, бір-бірімен сөйлеспейді. Тамақты да өте аз ішеді, өте аз жейді. Мүлдем тамақты жемейді десем де болады. Зомби секілді тура. Әрине, жаңадан келген Бекаға бұның бәрі өте біртүрлі көрінді. Бірақ ол тек қана айлықты ойлап, жұмыс жасауын жалғастыра берді. Бір күні Бека қабырғадан шыққан қара тесікті байқап қалады. Және де ол қара тесік бұл не үшін шыққанын түсінбеді де, оны жай ғана бояп тастайды. Ертесі күні әдеттегідей жұмысымен айналысып отырса, кенеттен қабырғадан қара тесік қайтадан пайда болады. Бұл жолы бұл қара тесік одан да үлкен екен. Алдыңғы жолы кіші болған еді, ал енді мынау одан да үлкен болып кетіпті. Яғни екі есеге үлкен болған. Түсінбей қалды және де боямай-ақ қояйын, одан да қағазбен үстін жауып қояйын деп қағазбен жауып қояды. Келесі үшінші күні қабырға одан сайын үлкен болып кетті. Бұл қабырға қандай, не екенін және де не үшін бұлай үлкен болып жатқанын түсіне алмады. Және Бека бұл қабырғаның ішіне барып, оның ішіне не бар екенін көргісі келді. Осылай қолдар шығып, оны қараңғы түнекке тартып алып кетті.